Баян, Ерлан мен Баян, Ерлан мен Баян. Ерлан мен Баян, Ерлан мен Баян, Ерлан мен Баян. Достар, дәл қазір таңғы 6:30, ал біз болсақ Бақанасқа қарай жол тарттық. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл Қапшағайдың трассасы. Алла қаласа, Бақанас бізді күт. Бақанас жұртшылығымен, яғни өзіміздің әнімізбен бөлісеміз. Одан бөлек бүгін ерекше күн. Ерекше күн 22 наурыз. Сондықтан барша қазақ елін 22 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бәлкім бұл видео кейін кешірек шығып жатуы мүмкін, бірақ біз бүгін таңғы 6:30-да 22 наурыз 2018 жылы Бақанасқа қарай жол тарттық. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздерді әлі Бақанастың тұрғындарымен таныстыратын боламыз. Қызықтың бәрі алды. Біздің 50% үйіміз осы жер. Көп уақытымыз осы көліктің ішінде өтіп жатады. Баратын жерге жылдам жету үшін әртүрлі айла тәсіл ойлап табасың ғой. Соның біреу ән айтамыз, кей кезде анекдот айтамыз. Қапшағай су қоймасы. Енді өзім ұзақ жолда осындай бір керемет бір табиғатты көрген кезде барынша тоқтап, тыныс алуға тырысам. Дегенмен осы су қойма қаншама кислородты бөліп тұр. Қазір Баянға шықты едім. Баян мәшиненің көліктің артында ұйықтап жатыр. Қапшағай осы. Енді біз бергі бас жағында ғана тұрмыз. Ар жағында негізі жақсы пляждар бар. Ішім тартып тұрайын, бетіме ішімді деп тартып тұрайын, әпсе қарным шығып кетті. Айтады бәрі, қарным шығып семіріп кетіпті деп. Жаурадым мен машинаға кеттім. Кеттік осынаға. Достар, мен жаңа көліктің артында ұйықтап қалыппын. Оянсам, біз Бірлік ауылына келіппіз. Енді қанша жылдан бері үлкен қаладағы орталық алаңында өтіп жатқан наурыздарды көріп үйреніп қалған. Менің өзіме де қазір қызық болып тұр. Ауылда қазір наурызды қалай тойлайды, қалай өтіп жатыр. Енді көзім түсіп тұр, мына жерде бірнеше киіз үй құрып алған. Менің түсінуім бойынша әр киіз үйді осы айналадағы бір ауыл құрған секілді, себебі өздерінің аттары бар. Жамбыл атамыздың суреті тұр. Абыр-сабыр болып жатыр мына жерде. Дайындық болып жатыр. Біреулер қазақ көйлегімізді кимей қалдық деп үлгермей жатыр. Тәңір берген ата ауылы дейді. Қызу дайындық болып жатыр, бауырсақ, құрт, ірімшік, наурыз көже. Қаладан шыққан кезде Бақанасқа баратырық деп айтқан едік, бірақ алдаған жоқпыз. Бақанасқа бара жатып, осы ауылға соқып кетуді жөн көрдік. Бұл ауылда да наурыз болып жатыр екен. Бұл наурызға Сталин мен Ленин атамызда кек қапты қонаққа. Таныс болыңыздар, міне Сталин мен Ленин өздерінің мәшинелеріне мініп, баяғы көліктеріне мініп келе жатыр екен. Сталин көкелерді сұрап көрейік қаяқта екен. Сталин көке.
Сталин көкелер наурыз көже ішіп жатыр ғой, соған қарағанда Сталин көке жоқ. Ленин көке бәлкім трактордың ішінде шығар, көрейік. Қой, Сталин мен Лениннің көліктеріне тиіспей ақ қойық, ренжіп қалып жүр, өзіміздің көлігімізге қарай жақындай. Тағы да қайталап айтамын, біз Бірлік ауылындамыз. Сталин мен Ленин машинада отыр. Осы машинада отыр. Сіздермен бірге Ерлан мен Баян. Мен сенсіз қалай жүргенбіз, махаббат барына біздер сенгенбіз, тәңірім біздерді арай күйгенбіз, мәңгі біргеміз жаным. Мен сенсіз қалай жүргенбіз, махаббат барына біздер сенгенбіз, тәңірім біздерді арай күйгенбіз, мәңгі біргеміз жаным. Бүгін наурыз өте ерекше, қызық өтіп жатыр. Себебі жаңа осының алдында бір қойылым көрсетті, әр ауылға тапсырма беріледі екен. Сонау ашаршылық жылынан бастап бүгінгі тәуелсіздікке дейінгі өмірімізді әр ауыл бөліп көрсетеді екен. Қазір мысалы 41 мен 45 жыл аралығындағы жылдарды. Достар, міне қызықтың бәрі. Бағана ғана Сталин мен Ленин қайдан кеп қалды деп жатырсақ, бұл қойылымға арналған декорациялар екен. Біз Тәңірге берген ата ауылы, бізге берілген тақырып тың егерушілеріміз 1954-56 жылғы тың ерген адамдарды сомдап шығамыз. Тың егеру уақытын бұл кісілер қазір сомдайды, сондағы мынаның барлығы декорация. Біз келіп бағана Сталин мен Ленин қайдан жүр біздің тәуелсіздігімізде деп таңғалып, өзімізде бір қызықтап кеткен болатынбыз. Қазір міне құпияның бәрі ашылды. Мынау Бірлік ауылында 7 киіз үй тігілген екен. Яғни көрші әр ауыл осы жерде киіз үй тігіп наурызды бірігіп өткізіп жатыр. Біз қазір Қызылқұм ауылының қазақ үйіне кіріп, осы жерден дәмауыз жейміз. Наурыз көже ішеміз. Міне наурыз көже алда келіп жатыр. Уақыт болып жатса басқа да кежелермен таныстырамыз. Жалпы Бірлік ауылының әкімі Елеубаев Қанат Ернұр Қанат. Битик. Барша қазақстандықтарды жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамы құтты болсын. Баян көйлегін ауыстырып үлгерген жоқ, сондықтан ренжімеңіздер, Көресіз тұр ма? Ауыстырам дейді, қойшы дейді. Залогын сындырып алдық.
Ал кеш жарық достар, бүгін біз Бақбақты ауылына келдік. Қазір бірер уақыттан кейін дәл сол жерде концерт береміз. Оны алдағы видеодан көретін боласыздар. Кеше Бірлік ауылында күндіз Наурызды тойлаттық. Кешке Бақанастың өзінде концерт бердік. Бүгін Бақбақты ауылына келдік. Осы жерде тағы концерт. Одан кейін ауылға, Алматыға жол жүреміз. Үйге қайтамыз. Үйде біздің кішкентай балапандарымыз күтіп қалды. Бірақ енді қалай үй жаққа бара жатқанымыз жайлы видео болмай қалуы мүмкін. Өйткені біздің мына флеш картамыз өте толып қалды материалға. Сондықтан біздің сапарымыз осы Бақбақты ауылынан аяқталады. Баян, қосарың бар ма? Қосарым жоқ. Енді осы сапарымызда маған ерекше ұнаған халықтың мәдениеттілігі, халықтың ұйымшылдығы, халықтың көңіл күйі өте ұнады. Қалай концерт саған? Бәрі өте тамаша. Мен барып киімдерді жинайын, жолға шығайық. Шаршағанымыз рас, бірақ эмоцияға беріліп, шаршағанды мүлдем байқамаптық. Келесі ән сапарда жолыққанша. Ерлан мен Баян